Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біз сіздермен өткен лекцияда 15-ші презентацияға келіп тоқтаған болатынбыз. Оның жаңағы үш жағдайын айттық, қуаттың есептеу кезінде. Так, келесі біз 16-ші презентацияға келеміз. Яғни бір цикл үшін орташа сипат. Бұл жерде қуаттың мәнін есептейміз. Яғни К дегеніміз ол коэффициент. N дегеніміз бұл қуаттың әртүрлі статистикалық мәндері цикл бойынша. Т деп отырғанымыз бұл уақыт. Двигательдің берілген мәндерге сәйкес қосылуы, циклдың ары қарай жүруі, оның барлығы уақытқа байланысты. Так, бұл жерде I1, I2 дегеніміз, IM дегеніміз ол қозғалтқыштың сипаттамасы бойынша қабылданатын әртүрлі жүктемелері бар. ТС циклы кезінде қозғалтқыштың тоқ күші. Т1, Т2, Тм бұл әртүрлі тоқ мәндері бар қозғалтқыштың жұмыс уақыты. Егер қозғалтқыштың тоқ күші мен момент арасында тікелей пропорционалды байланыс болатын болса, яғни параллель қозудың тұрақты қозғалтқыштары және табиғи механикалық сипаттаманың тұрақты тармағына жұмыс істейтін асинхронды қозғалтқыштар. Онда тоқтың орташа квадраттық мәнінің орнына моменттің орташа квадраттық мәнін анықтауға болады. Яғни, бұл міне келесіде алынған формулалар. Яғни, МЕ қозғалтқыш нақты жұмыс режимінде, ВФ номиналды режимінде, арасындағы ПВ айырмашылықты ескеретін формулалар бойынша алдын ала таңдалған қозғалтқыштың тоқ күшінің немесе моментінің номиналды мәндерін салыстырады. Егер бұл теңсіздіктер сақталмаса, онда таңдалған қозғалтқыш жылу кедергісінен өтпейді. Бұл жағдайда келесі үлкен қуатты қозғалтқыштың таңдап, оны 4-5 тармақтар бойынша жаңа тексеруден өткізу керек. Қозғалтқышы берілген үдеумен механизмнің үдеуін қамтамасыз ету шарты бойынша тексеру тиісті тетіктердің есептеулерінде келтірілген деректер бойынша жүргізіледі. Жүк көтергіш машиналардың жетек қозғалтқыштарының басқару, қозғалтқыштар желіге қосу, бұру, нөлдік жылдамдыққа дейін үдету, өшіру және тағы басқа магниттік стартерлер, контактілер, контроллерлер немесе магниттік контроллер деп аталатын релелік контакторлық басқару жүйелері арқылы жүзеге асырылады. Магниттік стартерлер немесе жеке контактылар, асинхронды торлар, электр қозғалтқыштары, лебедкалар бар, сәулелік көпір крандары мен көпір көтергіштері басқару үшін қолданылады. Магниттік стартерлерді қосу және өшіру батырманың басқару посттарының көмегімен жүзеге асырылады. Электр татқыштардың қозғалтқыштарын бір арқанды көпірлі және крандарды және кейде шығырларды басқаруды алуға немесе көтеруге немесе артқа немесе түсіру түймелері бар екі батырмалы басқару посты жүргізеді. Қозғалтқыш түймені босатқаннан кейін тоқтайды. Үш батырманы басқару постына қозғалтқышты тоқтату үшін тағы бір тоқтату батырмасы болады. Үш түймені басқару лебедкалар мен көтергіштер үшін қолданылады. Кран механизмдерінің барлық түрлерінің қозғалтқыштарын басқару үшін краншының кабинасына тікелей орнатылатын қолмен басқарылатын қуат контроллері қолданылады. Қозғалтқыштарды қосу және ажырату, сондай-ақ механизмдерді жылдамдату немесе электрлік тежеу контроллері бар штурвалын бұру арқылы жүргізіледі. Контроллер екі түрлі барабан және жетілдірілген камера болып табылады. Теристорлық электр жетегі жұмыс сенімділігі, жоғары тиімділік, кішігірім өлшемдер мен масса теристорлар басқарудың аз қуаты, кең реттеу мүмкіндіктері, белгілі бір дәрежелі қолданылу, әмбебаптығы және тағы басқа сияқты маңызды қасиеттерге ие.
тиристорлар мен тиісті басқару жүйелерін қолдана отырып қозғалтқыштарды кері айналдыруға, оларды қозғалтқыш режимінен кез келген тежеу режиміне ауыстыруға, қажетті механикалық сипаттамаларды алуға болады. Жүк көтергіш машиналардың автоматты басқару жүйелерінде тиристорлы электр жетегін пайдалану кезінде ерекше қолайлы мүмкіндіктер пайда болады. Тиристорлар айнымалы және тұрақты токтың қозғалтқыштарын басқару үшін қолданылады. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу тиристорларды статор мен ротор тізбегіне қосу арқылы жүзеге асырылады. Бірінші жағдайда тиристорлардың көмегімен статор орамаларындағы айнымалы ток кернеуінің амплитудасы немесе жиілігі қозғалтқыштың электромагниттік моменті өзгеруі мүмкін. Тиристорларды асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне қосу арқылы сіз ротор тізбегінің кедергісін біртіндеп өзгерте аласыз және осылайша оның жылдамдығын реттей аламыз. Автоматты, яғни қорғау. Бұл және электр көтергіш машиналарды қауіпсіз пайдалануға арналған Госгортехнадзор ережелеріне сәйкес басқару жүйелерінде кем дегенде автоматты қорғаныс пен құлыптардың келесі түрлері болу керек. Яғни қорғау, шекті қорғау, рұқсат етілген жүк көтергіштерін қорғау және жүк көтергіш машиналардың белгілі бір түрлеріне тән басқа да бір қатар қорғау түрлері. Қозғалтқыштардың бір мезгілде екі қарама-қарсы бағытта қосылуын болдырмайтын бұғаттау, кабинаның есіктері ашық кезде экранның іске қосылуын болдырмайтын бұғаттау және кейбір басқа да ерекше бұғаттаулар. Нөлдік қорғаныс жүк көтергіш машинаның кез келген авариялық тоқтауы кезінде, оның ішінде желіде кернеу болмаған кезде, осы тоқтаудың себебін жойғаннан кейін краншының немесе оператордың тиісті әрекетінсіз бір-бірін механизмі қосылмауы тиіс. Крандағы нөлдік қорғаныс командалық контроллердің немесе контроллердің нөлдік контактілерін машинаның қорғаныс тізбегіне қосу арқылы жүзеге асырылады. Жүк көтергіш машиналарға немесе крандардың механизмдеріне тоқ өткізу икемді кабельдердің тройлерлердің және сақиналы тоқ қабылдағыштардың көмегімен жүзеге асырылады. Тоқ өткізу икемді кабелімен қозғалу орнатушы болып табылады, немесе төмен жылдамдықпен жүргізілген машиналар үшін, сондай-ақ химиялық агрессивті ортада жұмыс істейтін машиналар үшін қолданылады. Сақиналы тоқ және қабылдағыштардың көмегімен тоқ крандардың айналмалы кабиналары және айналмалы платформаларда орналасқан қозғалтқыштарға жеткізіледі. Осымен 5-ші дәрісімізді аяқтаймыз біз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.